Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, жұмсақ әрі пышный болып пісетін бауырсақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен бір ыдысымызға суымызды, сүтімізді, май және тұз, қантымызды салып араластырып, газға қойып жылытып аламыз. Майымыз еруі қажет. Майдың орнына қаймақ немесе майонез қолдансаңыздар да болады. Електен өткізген ұнымызға ашытқымызды салып араластырып аламыз. Сосын жылыған сүтімізге жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін аз-аздан ұнымызға құя отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, орап, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қайырып жіберіп, қайтадан орап, жылы жерге қоямыз. Міне қамырымыз екінші рет көтерілді. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, ақырын жаямыз. Қамырды жайғанда көп оқтаумен басып жая бермеу қажет. Себебі жая берсек, ол қатты көтерілмей қалады. Қамырымызды орташа қалыңдықта жайып болғаннан кейін кез келген домалақ формамен кесіп аламыз. Мен осындай кукуруздың немесе горохтың сыртымен кесіп аламын. Бауырсақтарымызды кесіп болған соң орамалға қойып, бетін жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Яғни көтерілуі қажет. Қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Bir шеті қызарып піскеннен кейін екінші жағына ауыстырып, дәл осылай қызартып пісіріп аламыз. Осымен бауырсақтарымыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ, арасы көтерілген, пышный болып піседі. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.